Ассалаумағалейкум, сапалы әңгіме каналының тұрақты көрермендері. Бүгін тыңдайтын тақырыбымыз Бекжан найзаның ұшындай мықты электрик. Ауылда жарық сөніп қалса, жұрт бірақ адамды еске алады. Ол Бекжан. Бекжан ауылдың белді азаматы, білікті электригі, еңбекқор, сабырлы, әрі сөзі де ісі де салмақты. Құда ретінде де, дос ретінде де ел алдында өз орын тапқан азамат. Ол ешқашан болады, болмайдыны айтып көп сөзге салынбайды. Жағдайды байқап, құралын алып жұмысқа кірісіп кетеді. Күннің ыстығына, боранның ызғарына да қарамайды. Себебі оның басты мақсаты ауылдың амандығы, жұрттың жарығы сөнбеуі. Бірде қысқы аязда бүкіл ауыл жарықсыз қалды. Электр бағанының сымдары үзіліп, мұз қатқан. Адамның өзі сыртта 10 минут тұруға шыдамайтын сәт. Сол кезде Бекжан ешкімге бір ауыз шағым айтпай, үстіне қалың күртесін киіп, темірмен, тоқпен алысты. Бірнеше сағаттан кейін бүкіл ауылдың терезелерінде қайтадан жарық жанып, балалардың күлкісі мен үлкендердің алғысы естілді. Ауыл ақсақалы бірде: Бекжан жақсы адам, еліне тыныштық, халқына пана дегеннің дәл өзі. Тоқ жүрген жерде тыныштық болады деген екен. Бекжан тек электрик саласымен емес, елмен де жұмыс істей алады. Құдалар арасында сыйлы, достары арасында сенімді, тойда, топта да орынды сөйлеп, ойын астарымен жеткізетін жігіт. Ол жиі айтып отырады: ер адам үйдің шырағы, жарығы сөнсе отбасыда қараңғы қалады. Сондықтан отбасында елге де жарық сыйлау ердің міндеті дейді. Қорытынды түйін: Бекжан сынды еңбекқор, қарапайым азаматтар елдің шын тірегі. Оларсыз ауыл дамымайды, ел еңсесін тіктей алмайды. Еңбек түбі береке дейді халқымыз. Сол берекені үнсіз бірақ нақты әрекетпен жасап жүрген Бекжан нағыз ер азамат. Достар, әңгімеміз ұнаса каналымызға жазылып, лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сапалы әңгіме сапалы ойдан басталады. Аман болыңыздар.